Біздің киномызда сондай болып бара жатыр қазір. Кім көрінген кино түсіргісі келеді, кім көрінген киноға ойнағысы келеді. Өйткені оның ар жағында ақша жатыр. Қанша 100 миллионға сен жанталасып бір кино түсіресің де, 300 миллион теңге табасың. Жаман ба? Демек табыс үшін. Табыс үшін. Көп киноның бәрі табыс үшін. Мен мысалы үшін Нұрлан Қойынбаевтың Қазақ еліне бардым. Ұнады маған. Осы соңғы түскен 37 мысалы үшін. Керемет фильм. Бар ғой. Ішінде бір қазақ тіккен керемет жақсы мәселелер бар ғой. Сонымен қатар Қытайдың да бәтіңкелері бар. Түріктің де бәтіңкелері бар деген. Демек өзі уақыт өте келе нағыз өнер, шынайы жақсы дүниелер қалып, қалғандар какыр шүкір жаңағы табан түскен бәтіңке ұқсап кете ме? Әрине. Бірақ соны сатқан адамдар, жаңағы киноны, Қытайдың бәтіңкесін сатып отырған адамдар, қазақтың мықты бәтіңкесін, қымбат бірақ мықты бәтіңкесін сатқан адамға қарағанда бай кетеді ол. Өйткені оның басы анаған қарағанда мықты істейді. Бұл патриотизм, елім, жерім деп тістеніп отырып, ең қымбат нәрсені алып, ең алып келіп отырады. Жасағаны екі-ақ етік. Екі етік сатсам деп отырған кезде анау миллион бәтіңке сатшы береді.